Мынау аяқты суға салудың әдістерін көрсетіп берейін. Бұл аяқтың суға салудың өте қасиеті, жәрдемі өте адамның ағзасына үлкен. Мынау скорый помощь деп айтамыз ғой. Скорый помощь сол мынау осы аяқ суға салу скорый помощь. Адамға бірінші қандай жағдайда болған күнде де үлкен жәрдемі бар. Бұны былай қылады. Тазикке су құясыздар. Су тобықтан жоғарылау болсын. Су жылы болсын. Аяқ күймейтіндей жылылықта. Сол тазикке суға бір пиалай, үлкен сорпа ішетін пиалайменен бір пиалай тұз салу керек. Жаныңызға бір шәугім су қойып қойыңыз, қайнаған су тұрсын мына жерде. Жылылау киініп алыңыз, басыңызға бүйтіп сүлге орап қоясыз. Сөйтесіз де аяқты қол суға салып отыру керек. Былай. 1,5-2 минут өтті ма, мына судан алып азырақ шым-шым құйып салып отырасыз. Тағы да әр 1,5-2 минутта суды құйып отырасыз. Сонда бір 15 минуттан кейін адамнан терлейді. Мынау табанда, алақанда точкалар бар жаңағы. Бауыр, бүйрек, асқазан, көз, қолрақ, мұрын дегеніңіз точкалардың бәрі осы. Сол жылса, сол арқылы мына ішке барып, іштің бәрін жылтады. Мына іштегі біз енді мұздай су іштік баса қылды. Табаннан суық өтті, судың іштің бәрі суықтады. Сол жаңағы аяқты қол суға салудың есебінен мына ішкі құрысты суыған суықтарды кетіреді. Жарты сағат салып отырасыз. Әр 1,5-2 минутта су құйып отырасыз. Yani дембе-дем су құйып отырасыз. Ыстықтау болып. Жарты сағаттан кейін қолыңызды алыңыз да, аяқ тағы 15 минут тұрсын ішінде. Содан сол 15 минуттың ішінде дембе-дем су құйып отырылады. Сол 15 минуттың ішінде ыстық-ыстық шай ішіңіз. Ауыз күймейтіндей шай, науат салып жүрмесе ақ су ішсе де болады. Сонда жаңағы ыстық аяқтан барды, қолдан барады, іштен де барады. Сонда іштің бәрін жылтады. Соны енді күніге істеңіз, күн ара істеңіз. Басыңыз ауырып келді ма, аяқ суға салыңыз, жазылады. Тісіңіз ауырды ма, аяқ суға салып жазылады. Қай жеріңіз ауырса да, аяқ суға салып жазылады. Қатты шаршап келдіңіз ба, аяқ суға салсаңыз, шаршау басылады, жақсы ұйықтайды.